Сәлем достар, сіздермен бүгін Алия, Мерей. бүгінгі видео біздің де және сіздердің де жақсы көретін рубрикаларыңыз 24 сағаттық челлендж. Бүгін біз 24 сағат бойы тамақтардың дәмдерін шие және де құпнай дәммен алатын боламыз. Бұл қызықты челлендж болайын деп тұр, сондықтан да видеоны соңына дейін көр. Егер де ойынның ережесін түсінбесең, видеоның басына түсініп кетесің. Сондықтан да видеоны тоқтатпай соңына дейін көр. Ал енді біз қазір таңғы ас, түскі ас және кешкі асты алу үшін магазинге баратын боламыз. Ал бізбен бірге жүріңіздер. Мынаны қараңыздар достар, мен таңғы асқа не тауып алғанымды. Қазір мен осы құпнай дәммен кашаны алатын боламын. Таңғы асқа мен де йогурт алайын деп шештім, және де мына жақта мен де осындай вишня дәммен йогурт табылдым. Осының біреуін қазір аламын. Ал менің бұл таңғы асым. Қазір біз осыны дайындайтын боламыз. Бұл бізде каша с клубникой и с молоком. Ал давайте дайындайық. Кейін мен уже овсянкамды осы тарелкаға салып алдым. Мына қараңыздар, ішінде мынандай крошкалар жүр. И бұлар бізде клубникалар. Ал мен завтрагым осы йогурт болайын деп тұр, және де қасына әрине де ложка и все. Мынаны ашамыз. Менің таңғысым дайын. Короче, біз қазір завтрагымыздан бастаймыз. Бағанағы заттардың барлығын уже орындарымен орналастырып қойдық. Және де біз завтракқа не таңдап алғанымызды сіздерге көрсеткен болатынбыз. Қазір енді осыларды жейтін момент келді. Қазір менің кашам. Ал давайте қазір кашамыздың дәмін көрейік. Маған негізі бұлай қатты ұнап тұрған жоқ. Сіздерге көрсетіп кетейін. Мынандай болып тұр кашамыздың түрі. Бірінші рет мен қазір осындай тез дайындалатын кашаның дәмін көретін боламыз. Күшті екен негізі. Достар, мынау кашаны жегім келіп тұрған жоқ. Білмеймін не үшін екенін, маған қатты ұнап тұрған жоқ. Негізі овсянкалар маған прям қатты ұнайтын. Домашний күшті овсянкалар бар ғой, вот сондайлар маған қатты ұнайды. Но мынау овсянка езіліп, бір аппетитно болып тұрған жоқ та, короче. Жегім келіп тұрған жоқ мен бұны. Все, біздің таңғысымыз осымен бітті енді. Мен өзім йогуртымды жеп қойдым бәрін. Ал Мерей осының кішкенесін ғана жеді. Енді біз обедке дейін шыдауымыз керек. Обедте күшті нәрселер жейтін боламыз, енді тойу керекпіз. Енді келесі обедке дейін кездескенше. Ал мінекей біздің түскі асымызда келіп жетті. Біз оған қазір заттарымызды уже бөліп алған болатынбыз. Мен түскі асқа өзімнің қазір енді осыны Яшкиноның печеньесін тауып алдым. Және де бұл вишня дәммен начинкасы өте күшті, және де осыны енді алатын боламын. Осындай вишнямен соқтауып алдым. Және де осыны сатып алатын болам. Осындай вишня дәммен согымды және де мынандай печеньені таңдап алдым. Ал мен болсам, қазір мен рулетик алатын боламын, құпнай дәммен, осындай. Сок макси чай алатын боламыз. Әрине де құпнай дәммен. Осы өзім согыммен макси чай и осындай рулетка жейтін. Қазір енді осыларды ашып, бірге жейтін боламыз. Как всегда ашамаймыз. Я силачка. Сокымыздан шик. Келесі мынаны ашатын боламыз. Ал сіздер болса комментарияға жазып кетіңіздер, сіздерге больше қандай дәм ұнайды? Вишня дәм ұнай ма, шие ұнай ма, әлде клубника ұнай ма? Менде бұл өте дәмді вишенка начинкасы бар. Мынандай печенькалар. Мінекей менде өзімнің рулеткамды алдым. Қазір енді өзіміздің обедімізді осылармен жейтін боламыз. Ал енді біздің түскі асымызды бастайық жеуді. Мен осы өзімнің рулеткаммен сонда ішіп түскі ас ішіп алайын. Ал мен болсам өзімнің осы печенькалармен суымды ішем. Прям такой мягкий. Менде уже түскі асым бітіп қалды. Мына Яшкина өте тәтті болды и тез-ақ жеп қойдым мен бұны. И бүгін біз өңкей Яшкинан заттан алып кеттік. Яшкинаға бесплатный реклама болып кетті. Я прям күшті екен. Яшкина бізге төлемеді ештеңе. Негізі мен брекет салған болатым, сіздер де өздеріңізді білетін шығарсыздар. И содан кішкене негізі тамақ жеу сондайлар қиын болады. Сөйлеудің өзі де кішкене қиындау. И бұрынғыдай емес. Бірақ та енді барынша сіздер үшін тырысып, күштеп түсіру үшін мен видеоны түсіріп отырмын. Все, достар, заканчиваем. Кешкі аста кездесеміз.
Ал ең алдымен біз йогурт алуға келдік. Және де йогурттың әрине де қопнайдармен бар. И осыны қазір аламыз. Ал келесі мен мармелад алам келіп тұр. Және де қараңыздар. Бұл жерде қопнайдармен мармелад бар екен, аламыз. Достар, мына жерге қазір біз салатын боламыз. И менде барлығы осындай қопнайдармен прям күшті көрініп тұр. Алғанымыз әлі осы. Қазір бірақтан тағы да таппай жүрміз, но тағы да аламыз. Қараңыздар, мен не тауып алғанымды. Бұл бізде Яшкино вафле осындай вишня дәмімен. Сондықтан да мен бұны міндетті түрде аламын. Ал мен болсам өзімнің осы вишня дәмімен заттарымды салып қоямын. Қазір тағы да алатын боламыз. Мен енді соңғысы сырок алғым келіп жатыр. Және де сыроктан мындай вишня түрін тауып алдым. Осыны енді алатын боламыз. Бізде кешкі астында очереди келді. Енді қазір біз сіздерге не жейтінімізді көрсететін боламыз. Бізде ең алдымен осындай мармелад менде, және де осы йогурт. Ал менде болса кешкі асқа осындай вафли, Яшкино и осындай сырогым бар. Осыларды жеймін, если су ішкім деп кетсе, мына судан қалған болатын. Бізде екеумізден қалды. Енді қазір біз кешкі асымызды ішеміз. Мен осы мармеладты мана бір жегім келген едім. Сіздерге қазір жеп дәм айтатын боламын. Ал давайте открываем. О, такие классные. Ал менде болса бірінші осы Яшкинодан бастасам. Қазір қандай күшті, иісі прям күшті. Енді осы вишенка начинкасымен жасалған вафлидің дәмін көрейік. Давайте мен добавим. Клубниканың дәмі шыға ма? Қатты екен мармелад. Вот минус. Ал мынандай дәмін көрейік. Енді бұндан білеміз ғой. Мен білесіздер ма, не ұмытып кеттім. Мен қасық ұмытып кеттім. Мен осыны жегім келіп жүрген болатын. И понимаете, бізде негізі клубника дәмімен заттар көбірек, өздеріңізде байқасаңыздар. Мен болса не табатынымды білмедім. Вишенкадан іздедім, немесе алма таңдау деген выбор болды өзімде. Бірақтан алмадан гөрі мен вишня алғым келді. Күн деген енді ыстық, 40 градус болып тұр. Содан беріп кеткен ғой. Знаете, мен істеймін деп тұр. Наннаманда мармелад алды. Бульк. Жақпап кетті. Мен өзімнің сырогымдың дәмін көрейік енді, вишня дәмімен. Қазір мен қасық алып келемін. Қасығымыз келді, енді араластырамыз. Бағана араластырмай отырғанмын. Біздің тамақтарымыздың барлығы уже болды. Таң асымызды, түскі асымызды, кешкі асымызды жедік. Және де барлығы дәмді, және де негізі тойымды болды бұлай. Бізге ұнады. Осы челлендж бұлай күшті екен, негізі заттарды табуға, жеуге болады. Мен тек қана өзіңіз көргенде осы челленджде бір күн бойы 24 сағат бойы тек қана вишня дәмімен тамақтарды жедім. Мен болсам қылпынай дәмімен, клубника дәмімен жедім. Негізі бұл челленджде бір минусы барлық заттың барлығы, прям тамақтардың барлығы тәтті. Ешқандай нан, ондай нәрселердің барлығы қылпынай ондай дәммен жоқ. Және де шие дәмімен заттарды жедік. Оларға тек қана осындай тәтті сусындар, тәтті тағамдар жатады. Сондықтан да біз былайша челленджде тек қана тәтті нәрсе жедік. Осымен біз видео аяқталды. Егер де бұл челлендж ұнаса, біздің арнамызға тіркеліп, комментарий жазып, және де лайктарыңызды қойыңыздар. Және де достар, осы 24 сағаттың астына 3000 лайк жинасаңыздар, біз Алия немесе мен бір-бірімізге я дейтін боламыз. Сіздер сондай видеоны көп күттіңіздер, сондықтан да тез-тез арнамызға тіркеліп, осы видеоның астына 3000 лайк жинаңыздар. Сол кезде жаңа видео 24 сағаттық шығады. Және де біздің инстаграм парақшамыз жайлы да ұмытпаңыздар, описанияға ссылкасын қалдырып кетеміз. Сол жерде біз барлық мәліметтерді айтып отырамыз, және де өзіміздің күнделікті өмірімізді көрсетеміз. Сіздермен болғанбыз Алия, Мерей. Келесі видеода көріскенше сау болыңыздар. Пока-пока.